Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей осындай өрнек үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей көрдіңіздер ғой? Бұл узор өзі бар болғаны 4 қатардан және 2 көзден ғана тұрады. Бар болғаны сол. Қандай керемет. Енді бұл өрнекпенен жіңішке жіппен әсіресе жазды күні тағы да сол кофта, жилет сондайлар тоқуға болады. Топик, тағы да басқа бұйымдар, иә? Мінекей көрдіңіздер ғой, тор болып әдемі болып, қандай керемет тамаша болып тұр. Ал кеттік ендеше осы өрнекті бүгін тоқып көрейік. Оған дейін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және қоңырау белгісін қоюды ұмытпасаңыздар болды. Мінекей. Енді мен мына жерде 14 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді тоқып шықтым. Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Өрнегіміздің бірінші қатары. Бір оң. Енді келесі, келесі бір оң тұр, иә? Осы бірінші көз бен екінші көздің екі ортасынан біз мінекей ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіп іліп аламыз. Сөйтеміз да, мына оң көзді біз оң қылып тоқып жібереміз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір оң. Мынау бір мен екінші көздің екі ортасынан біз ұзын жіпті тартып аламыз. Бір жіп іліп аламыз. Сөйтеміз да, осы оң көзді оң қылып тоқып жібереміз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей өрнегіміздің бірінші қатарда аяқталып қалды. Мінекей. Енді келесі бетте екінші бетте енді қараңыздар. Біз әрбір екі көзді терісінен тоқып біріктіріп бірге терісінен тоқып отыратын боламыз. Мінекей. Бірінші көз, мінекей екінші көз, екеуін бірге терісінен тоқимыз. Келесінде дәл солай. Мынау бірінші мен екінші көзді екеуін бірге алып, екеуін бірге терісінен тоқимыз. Дәл осылай осы қатардан аяғына дейін тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Мінекей. Алғашқы кезде бұл өрнекте былайша қиын сияқты болып көрінеді, бірақ оп-оңай тоқылады. Мінекей, өрнегіміздің екінші қатары да аяқталды. Енді үшінші қатар. Бір жіпті іліп аламыз. Мына екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқып жібереміз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Сөйтеміз да, келесі мынау екі оңды екеуін бірге оң қылып тоқып жібереміз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің үшінші қатары да аяқталды. Мінекей, қандай керемет. Әдемі болып шығып жатыр, иә? Енді өрнегіміздің төртінші қатары. Төртінші қатарда біз барлық көздерді терісінен тоқып шығамыз. Бар болғаны осы. Жаңа айтқандай, бұл өрнек 4 қатардан тұрады дедім. Мінекей.
4-ші қатарда аяқталды. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Бұл өрнекте де өте оңай. Мінекей, енді дәл осылай бірінші қатардан бастап әрі қарай өйстіп жалғастыра бересіздер. Мінекей, бірінші қатарын тағы да бір көрсетіп жіберейін. Өрнегіміздің бірінші қатары бір оң. Мінекей, есімізге түсіре берейік. Және де мынау 2 мен 3-ші көздің екі ортасына мінекей бір жіпті тартып аламыз, бір жіп іліп аламыз, және мына оң көзді оң қылып тоқып жібереміз. Келесі бір оң, мынау екі көздің екі ортасына мінекей ұзын жіпті тартып аламыз, бір жіп іліп аламыз, және оң қылып тоқып жібереміз мына көзді. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары осымен аяқталды. Мінекей. Тамаша, иә? Қандай керемет. Енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей. Қандай тамаша. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.